Мен Адамжан Бақтияр Бақытжанұлы, Астана опера және балет театрының жетекші балет солисімін, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Спартак балеттің ерекшелігі ол біріншіден менің ең алғашқы жетекші рөлім. Бұл осы балеттен менің балет карьерам басталған. Осы балетпен мен үлкен балетке осындай қадам басқан балеттердің біріншісі, енді бірі деп айтпай ақ қояйын, ең алғашқы осындай балетпен бастадым. Осы үлкен рөлдерді ойнадым. Спартактың рөлін ойнаймын, рөлін билеймін. Сондықтан бұл рөл өте терең рөл. Бұл Спартак тұлғасы енді тарихқа үңілетін болсақ, үлкен тұлға болған. Кезіндегі дүркіреп тұрған Рим империясына қарсы шыққан. Бұл мен үшін жаныма жақын, себебі мен өз басым еркіндікті жақсы білемін, жақсы көремін. Тәуелсіз мемлекетте туылғандықтан, әрине оның құл болған кезін, немесе тәуелді болған кезін түсіне алмаймын толықтан. Бірақ дегенмен де осы рөлдің арқасында соны өз бойымнан өткізуге тырысамын. Енді әлі күнге дейін 10 жыл болды билеп келе жатырмыз. Сахнамыздың төрінде, сахнамыздың біздің артистерінің ең сүйіп билейтін спектакльдерінің бірі. Сондықтан бұл спектакльдің қойылуы енді бір 2 ай біз толықтай дайындық жүргіздік. Бірақ бұл спектакльдің қойылуы одан да бұрын басталған болатын. Құрметті Астана тұрғындары мен қонақтары, сіздерді осындай керемет Астана опера және балет театрына шақырамын. Біздің әр қойылымымыз әлемдік хореографияның шыңы, әлемдік хореографиядағы ең бетіне шыққан қаймағы біздің сахнамызда қойылады. Сондықтан қош келдіңіздер.